бастықтарымыздың үшін жинап отырмын. Жаңа жылдық отырыс ақылдасып келгенсің, может? Құлма жаңа жыл деген сентябрьде ақтасып кетер. Енді қыстың қамын сентябрь ойла деген ғой. Я, bu ne? Ондай мақал жоқ та ғой. Осыларында шықпай қоймай. Может, айлығымызды көтерейін деп жатқан шығар. Иә, айлық көтересің. Мен айлығымды түсірген болмаса, көтерген емес бұл жер. Енді 2 ай істесем, 3 ай істесем, может болдым, айла алмай тұрмын. Құрметті әріптестер, мен сіздерге жинаған себебім маңызды жаңалықпен бөліскім келіп тұр. Бұл мекемені мен сатып жібердім. Бүгіннен бастап мен сендердің бастықтарың емеспін. Ой, ес. Онысына істегенім ғой. Бүгін жаңа бастықтарың келеді. Мә, Басеке, сізді қимай тұрғанымызды қараңызшы. Бауыр басып қалып едік сізге. Ештеңе етпейді, оған да үйренесіңдер. Әбу не? Заттарымды жинаймын, машина салып қоясың. Қой қайдағы біреудің заттарын тасып жүрем базу. Бастық келем деп еді, соны күтіп алуым керек. Жақсы. Не болды? Кетіп жатқан бастыққа жағын баздан. Сатпайтын болдым деп қайтып келсейші. Мен оны ойламаппын. Басеке! Мына жердің шаңын түсіртіп қойса әбден жер екен ғой. Обыршы апамен бекер ұрысып қалдым бар ғой. Саламатсыз. Уағалейкум ассалам. Келген адам бәрін осылай күтіп аласыз ба? Чо, басың кетіп тұр ма не? Сонда келген адамдардың бәрін осылай қарсы аласыз ба? Енді смотря кім келгеніне байланысты ғой енді. Бастық келсеші? Ой, бастық деген костюм-шалбармен келмей ма? Сонда бастық міндетті түрде костюм-шалбар киіп бару керек па не? Я мысалға мен тойға барғанда костюм-шалбар киіп барамын. Өзімді бастық сияқты сезінемін да, кісі болып жүремін бүйтіп. Бір азанда жұмысқа келе жатқанда охранник есіме түседі да, кеше артық сөйлеп қойған адамдардан звондап кешірім сұраймын. Сосын тарифтің бәрі соған кетеді бүкіл тариф. Жақсы, кафеге қалай барам соны айтшы. Мен осыдан прямой тура жүресіз, сосын солға бұрыласыз, жоқ оңға бұрыласыз. Бірден солға бұрыласың десейші? Мен өзім солай шатасып барамын негізі. Жақсы, өзім тауып алармын. Сөйтіп танысайық дейді. Жігітім бар десем де қоймайды ғой. Жігіт несіне әдейма бірдеңе дейді. Сөйтіп жігіт несіне айтып тұрған кезде сені қалай аталғанын білмей алды. Самай ма? Сылбай. Жоқ, мен сырыммын ғой. Аудиня шақырдың ба? Какая разница, сырым или сырлыбай, екеуің де бірдей емессіңдер ма? Ата-аналарың түсінбеймін, екеуің екі түрлісің ғой. Қой, мен сырымға қарағанда шамалы красавчик деуім ғой. Қой, қайта саған қарағанда мен шығар әдемірек. Красавчиктер. Мағжан үйіне доставкамен тамақ апарып тастады. Жоқ. Мен Мағжан үйіне бармаймын. Өткенде доставкаде барған кезде ойбай хайвайлап, жалдасып жақтырмай қалдым да бірдеңе болды. Сен баршыш? Неге мен барам? Сен жақтырмай қалса автомат мен де жақтырмай қалады ғой. Екіз екеуміз ұмытып қаласың ғой. Көкеу, сен туғанда мен не үшін қуандым? Мен туғанда сен қуанып без бақырып жап жаттың ғой. Есімде мен сол кезде. Екеуің дауласқандарың күтпейді екен, я? Давай лучше сурипа жасап бәрін бітіріңдерші. Бұл ойында тағы құдық пен қағаз бар. Білмейсіңдер ма? Тасаш, екеуің жарып келіңдерші, ұшма. Официант бола ма? Саламатсыз ба? Қош келдіңіз. Бізде меню әлі шықпаған, сондықтан телефоннан қарап тұрсаңыз. Телефон, жақсы. Маған кофе так, американо беріңізші онда. Бізде ондай жоқ. Қалай жоқ? Жазылып тұрған жоқ мына жерде. Шай, әдемі көрінсін деп жазып қоя саламыз ғой. Бізге келген қонақтардың бәрі 3 бадым кофе алады. Онда тамақ заказ берейінші. Мясо по-тайски бар ма? Әрине бар. Жап-жас тайдың етінен жасалған. Жесеңіз аузыңызда ереді. Маған одан да су әкеліп беріңізші, болды. Екеніз. Рахмет. Некеңіз? Сдачасын өзіңіз ала берсеңіз болады. Ана екі егіз доставка дәл уақытында жіберген қараш. Краннан су әкеліп 5 теңге жасалған соң. Бояуыңды құрта бермейсіз.
Боянбасаң да әдемісің деген келіп тұр ма? Жоқ, по-любому дымда өзгермейді ғой. Кейде ойланам бар ғой ше, сенімен қалай жүргенімді. Сол сен кейде емес, постоянно ойланатын болғанында әлі-ақ бақытты болып кетер едік. Саламатсыздар. Сұлулық салоны ма? Иә, сұлулық салоны. Нұрбибіні көріп, эсто деп ойлап қалдыңыз да? Кең шаш алдырасыз ба? Жоқ, мен тек қарайын деп. Бізде қарап кету 500 теңге. Не үшін 500 теңге? Енді клиент жоқ, өмірі келімде осылай отырам. Хотя осылай ақша істейік те. Сонда әлеуметтік желіге жарнама алмайсыздар ма? Қой жоқ, бізде жарнама деген ауызша өсек күйінде ғой. Интернетке қарағанда өсек бізде тез тарайды. Сәттілік жұмыстарыңызға. Осылай келіп алып ше, ақылда бола қалатындар жек көрем бар ғой ше. Істеп атқан түгді жоқ қой. Ол да сені жақтырмай кеткен шығар. Не үшін? Сен де істеп жатқан түгің жоқ қой. Барлықтарың түгел жиналдыңдар ма? Жаңа бастық сендерді өзінің кабинетіне күтіп отыр. Так, киім қалай тұр? Жалпы жақсы тұр ма? Бірден бастың бірден жақсы көріп өтсек те. Онша емес болып тұр. Саған дұрыс киімнің өзі дұрыс тұрмайтын шығар жүріңдер. Төребек Әнбекович, барлық персонал мүшелері сіздің шақыртуыңыз бойынша келіп отыр. Саламатсыздар ма? Менің есімім Дармағанбет Төребек Әділбекұлы. Мен сіздердің жаңа бастықтарым. Ұжым көріп текен, барлығы біліп текен, қиындықта қосылсын, қуанышта бір екен. Бұл ұжым көріп текен, барлығы біліп текен, қиындықта қосылсын, қуанышта бір екен. Бұл ұжым көріп текен, барлығы біліп текен, қиындықта қосылсын, қуанышта бір екен. Бұл ұжым көріп текен, барлығы біліп текен, қиындықта қосылсын, қуанышта бір екен. Жаңа жоба болса керек.